кірейік мына жердегі үйге кірейік. Мына жерде кім бар екен ғой? Мына есік ашық тұр екен. Мына есік ашық тұр ғой. Кім бар екен, хозяйка? Есіктен ашып қойыпты ғой. Жүр, кеттік, кіреміз. Кеттік. Как раз бізге де осындай үй керек, есік ашық тұрған. Кірмесін бе? Жүр, кірейік, осы үйге кіріп шығайық. Бізге как раз осындай үй керек, ешкім жоқ. Мына жақта кітаптар шашылып жатыр. Бөлмесінде кім бар екен? Бесік бар. Значит, кішкентай бөтелке бар. Түр балам, мына жерден тамақ ішіп алайықшы, как раз қарным ашып тұр. Ой, бірақ маған ұнамайтын нәрселер бұл жерде. Қан өзі мына жердің үйінің адамы қайда? Хозяйка, кім бар мына үйде? Яқта ойыншықтары бар екен. Может, ойыншықтармен ойнаймыз? Ойыншықтармен ойнаймыз бе? Мына есік что-то ашылмайды, ұйықтап жатыр ма? Кім бар мына үйде? Кім бар? Қызық па, есіктерін ашып қойып? Немене ашпайды мынау үйінің ішінен? Кілттеп алған ес. Ойбай, бісміллә, кімсіз сіз? Не істеп жүрсің менің үйімде? Құрсын киініп жатыр едің, менің үйімді басыңызға көтердіңіз ғой. Кімсіз сіз? Оля, қызым, ұялмайсың ба? Үйіңе қонақ келіп жатыр. Есігіңді ашып. Танымаймын, маған рұқсат бермейді. Танымайтын адамдарды үйге кіргізуге не мақсатпен келдіңіз? Менше, мана қарным ашып еді, тамақ ішіп алсам бола ма? Жоқ, болмайды. Милиция шақырамын, қазір шығыңыз. Сіз вообще қалай кіріп кеттіңіз? Қонақпын ғой, мен қызым, қонақпын ғой. Бірдеңке ұрлап кеткен жоқсыз ба? Оля, қалтам тексермейтін шығарсың енді. Мен қонақпын ғой, тамақ ішейінші, қарным ашып кетті, баламмен жүрмін. Мен ештеңке, басым қатырмаңыз. Қызым, жоқ, шығыңыз. Мынау қайда бетер? Не істеп жүрсің, боқмұрын? Қалай иттермесеңші мені. Шығыңыз. Балам қарны ашетші, балам қарны ашет, өтініш. Жарайды енді, сізді болмаса да балаңызды аяйын. Жүр кеттік, боқмұрын. Онда сондай қорылған бір нәрсе істеп бересің ба? Күлең андай тамақтар ғой, мен ондай салат жей алмаймын, менше тамақ қуырып бересің ба, андай қуыратын нәрсе? Ондай печенье жемеймін, мағандай қуыратын қып-қызыл қып картошка қуыра аласың ба? Ана балам қуырылған картошка жақсы көреді да, қуырып бересің. Апай, кафеде тұрсыз ба? Меню таңдап отқан жоқсыз ғой. Істей алғанымша істеймін, бар тамақ. Әдемілеп, майын көп бүйтіп нан батырып жейтін қып істеңізші, өтініш. Сосын кетчуп сондайлар бар ма? Сосын майонезбен бүйтіп шығарасыз. Бәрін істеп беремін. Отырыңызшы, пожалуйста, артында жүр. Маған неудобно, отырыңызшы. Айран бар ма? Сосын бүйтіп үстіне бүйтіп қант салып айран ішкенге. Я. Онда тез істейсіз ба, өтініш? 5 минутта дайын бола ма? 5 минутта. Отырыңызшы, бар. Жүр, балам отырайық мына жерге. Тез қимылдашы, мен ана қатты қарным ашып жатыршы. Баламды азаннан бері, кешеден бері тамақ ішпегенші. Апай, сіз мен бүгін тамақ берді деп күнде келіп жүрмеңіз, бұл үйдің адресін ұмытыңыз сосын. Келмеңіз вообще. Мама ұрсады маған. Сен әуелі тамақ пісіріп алшы әуелі. Пісірмей жатып. Бүгін соңғы рет дей ма сонда? Басқа келе алмайын ба? Бірақ тамақ дәмді жасайтын қыз сияқты. Мен картошка алдым бетін ғой. Апай, сіз ұта тұрыңыз. Немене, картошка да жоқ үйінде. Менде идея. Мен баламды осы жаққа тастап кетейін. Бірақ бұл бала мен ізімнен қалмайды ғой. Мен бір жерге аяғын байлап, ана жерге батарейкаға байлап кетсем екен. Бірақ жылайды ғой бұл. Бір жерге, құпия жерге, қай жерге тықсам екен қазір. Идея келді. Мен сені күшті құпия жерге жатқызам, қарашы. Қазір қыз әлі біраздан келген. Сыртынан холодильник па, өзі бетіне жапсыратын зат па. Қазір мен сені осы жерге салам, таптым, осы жердегі нәрселерді жеп отыра бер жарай ма? Жақсы ма? Тып-тыныш, мына жерде банан бар екен, ана жерде айран бар екен, соларға вареньеге қолына батырып жеп отыр, жақсы ма? Пока.
жоқ сен алмай осы үйде тұра бер мақмал, осы үйдегі апа жақсы екен, картошка ағыл береді екен. A few moments later. Жүгіріп келдім ғой бірінші этаждан екінші этажға дейін. Магазинде ештеңе жоқ. Супермаркетке барып келдім ғой құрсын. Пава басып берейін енді баласынан епті. 4 сағыз алдым енді картошка жоқ екен. Мен не ойлаймын картошка жоқ. Бәрі картошка пісіріп жатыр ма бүгін үйде? Ладно, кетті енді. Пава пісіріп берейін баласына. Апай қайда? Апай! Атын дастырамын ғой. Уборныйда шығар. Апай, сіз уборныйда ма едіңіз? Или осы жақта ма? Маманың киімдерін ұрлап жатқан жоқ па әйтеуір? Онда уборныйда точно. Апай, него палау баса берсең бола ма? Уборныйда алып шығарсыз, иә? Палау баса берем, иә? Айтыңызшы тез-тез. Картошка жоқ екен магазиндерде. Айтпақшы, аяқ киім. Баласының аяқ киімі тұр ғой, өзінің аяқ киімі қайда? Онда ялған шығар баласының қолбасты. На всякий случай ғой, есіне шығып кеткен шығар баласының аяқ киімі. Ялған ғой енді. Дұрыс ғой енді ялу керек қой. Өтен адам болып үйге кіріп кеткен. Жақсы енді мен өзім таңғы асымды ішіп алайын. Мен жұмыртқам жеп алайыншы, таңғы асымды әлі жеген жоқпын. Қосымшадан келдім де сразу гардеробныйға отырып едім құрсын. Наконец-то таңғы асымды ішіп аламын. Бірақ оның бір өзін жесем сухой болып кетеді, огурцыма помидорым алып алайыншы. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, жаңаға пакеттен кейін. Ойба! Бісмилля! Ана бұл жынды ма? Оғана! Елсеп тұрған шығар маған. Қайтан. Ойбай! Қуам, ана апа, баласын тастап кеткен ес? Ауру екен. Ауру еткен ғой ана. Холодильникке салып кеткен ес? Неге қатып қалса ше? Сауатсыз екен. Беттерің ұстап қалыпты ғой сені, мамаң қуама сенің. Неге тастап кетті сені? Жаным, тамақ жеп отырсың ба ананың ішіндегі? Тарақ? Тарақ неге ұстап алғансың?